Ассалаумалейкум, құрметті көрермендерім, қалайсыздар? Видео басталмастан бұрын каналға жазылып лайк басып қойыңыздар. Мына жердегі шөптерді мында көшірдік. Бізде жақсы жаңалықтар бар. Бізде маран породасындағы маранский породада бір тауық, бір әтеш, екі тауығын алып келдік. Міне подаркаға келген. Әлі балапан бұлар. Бұлар қазір бөлек тұр. Үшеуі кішкене тымаулап тұр, сол үшін бөлек қойып қойдым. Ертең кішкене осында тұрады, жем суын ішіп, содан кейін барып анда көшетін болады. Әзірге осында тұрады, бөлек. Сосын бізде тағы да үшешкі алып келдік. Мінекей. Үшешкі алып келдік. Үшеуі, бұл үшеуі Заинский. Екеуі тоқал, біреуі мүйізі бар. Мына үшеуін алып келдік. Негізінде бізде қой алатын ақша болған, жалпы негізінде. Бірақ біздер қой енді қазір қымбат түсіп кеткен, бізде қарағанда қойлар болған жоқ сатылымда. Сол себепті осы үшешкіні көріп, үшешкі алған болатынбыз ақшамызға. Міне бізде қазір жаңбыр жауып тұр Орал қаласында. Осындай екі жаңалығымыз бар. Ешкілер келді. Өздері жақсы. Мына өзімнің қара ешкім, лағым. Бұда кішкене адам болып өсіп қалды. Так, мұнда тауықтарымыз бәрі бір қалыпты. Бұларда ешқандай өзгеріс жоқ. Жұмыртқа туып тұр. Барлығы қазір жаңбыр жауып тұр. Енді бұлар бұйыртса сентябрьдің аяғына дейін осында тұрады. Содан кейін барып ішке кіргізілетін болады. Или октябрьдің ортасында дейін ба күші тұрады осында. Сентябрьдің аяғы или октябрьдің ортасында осында тұрады. Содан кейін бұлардың барлығын ішке көшіретін боламыз. Ішке көшірген дұрыс шығар деп ойлап тұрмын. Өзі күн салқындап бастап жатыр. Так. Көбісі сұрайды, ешкіні неге асырап жатсың, неге алып жатсың деп. Ешкінің пайдасы көп. Мен бұның алған себебім келесі жылы туғызып барды сауам ба деп отырмын. Сауып сүтін ішіп, бұның сүті дейтін мұна қазіргі. Мысалы, бұның сүті ананың сүтімен бірдей дейді ғой. Бұның сүтінде асы, дәрумендері бар. Ешкінің өзім өткенде ауырғанда, тымау болып ауырғанда, енді Құдай сақтасын, коронавирус дейді ғой. Дәм сезбей, иіс сезбей, мұрын сезбей. Сондай мен ауырған кезде мен осы ешкінің сүтін ішкен болатын. Ешкінің сүтін ішіп жазылдым. Сол себепті менде мынандай ой болды. Маған пайдасы тиді сүттің. Мен мына ешкінің сүтін 1 литрін 600 теңгеден 800 теңгеден сатып алдым. 1 литрдің өзін. Неге мен өзім ешкі бағып, ешкінің сүтін ішпеске деген ой келді. Сол себепті ешкілерді қайтадан алған болатынмын. Мынау да сүтті порода, сүт жақсы шығады. Бұдан қазір сүт шығып жүрген жоқ. Мынау еміп жүр. Мына кішкене өссін деп. Бірақ мұның да аяғы ауыр. Үлкен ешкінің аяғы ауыр. О да енді ала берсе туады деген ойдамын. Оның барлығын ананың ішіне кіргізетін болам, бөліп-бөліп. Бұйыртса келесі жылы осыларда туатын болады, жазда. Осы да туатын болады, жазда. Менде содан кейін бұларды сауып, сүтін ішіп, манағыдай сатуға да болады. Енді сатқандан көрі өзіңнің ішкенің жақсы ғой, өзіңнің ішінде ағзаларының барлығын тазартып, ешқандай да ауырмайсың. Сол себепті мен айтатын едім, мысалы сіздерде уже коронавирустың есімен ауырып жатсаңыздар, ешкінің сүтін ішіп көріңіздер. Ешкінің сүті көп пайдасы тиеді, оның дейтін, оның етінің өзі де пайдалы ғой адамға жалпы. Сол себепті қандай
мал асырайын дейтін болсаңыз, ешкі асырауға кеңес беремін. Ол простой ешкі болсын, сүтті ешкі болсын, оның ешқандай да зиян жоқ. Қай-қайсы сүт шықса болды. Простой ешкіні де сауай берсеңіздер, ода да сайынызге сияқты жақсы сүт беретін болады. Әзірге видео осы. Келесі видеоға кездескенше лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.